Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 119 сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Х еліне саяхат, Х дыбысымен әрпі деп аталады. Бұл сабақта сен Х әрпін танисың, ажыратасың және оны дыбыспен сәйкестендіресің. Құрамында Х әрпі бар сөздерді буындап, тұтастай және түсініп оқисың. Х әрпін көркем жазасың. Сәлем алып алыстан, туысыңнан таныстан, келетұғын хат хабар қай әріптен басталған? Балалар, хат, хабар деген сөздер қандай әріптен басталып тұр екен? Дұрыс айтасыңдар, Х әрпінен басталып тұр. Бүгін біз Х дыбысымен әрпімен танысамыз. Қане, барлығымыз Х деп айтып көрейікші. Х. Қалай айтылды балалар? Айтасыңдар балалар, Х дыбысын айтқан кезде өкпеден шыққан ауа ауыз қуысында кедергіге ұшырайды екен. Ол созылып айтылмайды. Сондықтан да Х дыбысы дауыссыз дыбысқа жатады. Біз оны көк текшемен белгілейміз. Х дегенім хат, хатпен келер хабар. Тіл ұстарту жаттығуын жаттап алайық. Енді балалар, Х әрпі бар сөздерге дыбыстық талдау жасайық. Хат деген сөзде Х әрпі сөздің басында тұр екен. Буынға бөлейік. Хат, бір буын бар екен. 3 дыбыс бар, 1 дауысты дыбыс, 2 дауыссыз дыбыс бар екен. Енді не көріп тұрмыз балалар? Шахматты көріп тұрмыз. Шахмат деген сөзде Х дыбысы сөздің ортасында келіп тұр екен. Енді буынға бөлейік. Шахмат. 2 буын бар екен. 6 дыбыс бар. Оның 2-еуі дауысты, 4-еуі дауыссыз дыбыс екен. Сонымен балалар, Х дыбысы дауыссыз дыбыс екен. Ол сөздің басында, ортасында кездеседі екен. Ал сөздің соңында кездеспейді екен. Енді балалар, Х дыбысы бар сөздерді оқып үйренейік. Бірінші тапсырма. Оқы. Хат, хабар, халат, шахмат, хайуан, хайуанат. Балалар, хана қосымшасымен айтылатын қазақ тілінде сөздер көп екен. Мысалы, кітапхана, шеберхана, асхана, аурухана, емхана, дәріхана, ұстахана, шәйхана. Бұл сөздердің барлығы хана деген қосымша арқылы жасалып тұр екен. Екінші тапсырмаға қарайық. Өлеңді мәнерлеп оқы. Бізге Ермек Өтетілеуұлының мынандай өлеңі беріпті. Тыңдайық. Халел қарап қалмайды, Хамитке хат арнайды. Хоккей добы керек деп хабарлайды хал жайды. Өлеңнің барлығының бірінші сөзі қандай әріптен басталып тұр? Х әрпінен басталып тұр екен. Енді үшінші тапсырма. Сұрақтардың жауабын болжа, диалогты оқы. Мынандай сұрақтар берілген екен, соған өзіміз жауап беруге тырысайық. Сен кітапханада болдың ба? Қандай кітаптар алдың? Кітаптарды таңдауыңа кім көмектесті? Жандар балалар, осы тапсырмаларды орындасақ, енді дәптерімізге Х әрпінің бас әрпі мен кіші әрпін жазып үйренейік. Жұмыс дәптеріміздің 24-ші бетіндегі Х әрпі мен Х әрпі бар сөздерді хат жазып үйренейік. Іске сәт. Жарайсыңдар, сабаққа өте жақсы қатысты деп ойлаймын.